Іш-бауырымыз құрысып тырысып, көзіміз қарауытқанда, дәруменіміз азайып кетті деп шығамыз. Ондайда банан, киви, апельсин жеу керек деп ақыл айтатындар да табылады. Шетелден келетін бағасы қымбат жеміс-жидектерден гөрі ата-бабамыз ежелден дайындап жейтін құртты жақсы емес па? Құрт азықтық болумен қатар дәрілік рөлі де бар. Бұл тағам ақуыздарға өте бай, адам денсаулығына өте пайдалы. Құрамында көздің көргіштігін жақсартатын А дәрумені, жалпы иммундық жүйені жақсартатын С дәрумені, сүйектің қатаюына көмектесетін Д дәрумендері кальций, мыс, мырыш, күміс, темір, кремний, магний, кальций, алюминий микроэлементтері жетерлік. Сіздермен бірге дертке дау арнасы. Достар, біздің арнаны 72% адамдар арнаға тіркелусіз қарайды екен. Егерде сіз осы видеоны көріп отырсаңыз, арнаға тіркеліп, қолдау білдіріп, лайк басып, қоңыраушаны баса кетіңіз. Сіздің оп-оңай, болмашы ғана әрекетіңіз бізді шабыттандырады. К, ер, кальций, фосфор үйлесімді түрде кездескен, ал бұл әсіресе балалар үшін аса маңызды. Құрт кальцийдің көзі, сүйектің қатаюына, көздің көруіне, тістің түзу және қайратты азулы өсуіне, асқазанның ас қорыту сөлін қалыпты бөліп шығаруда өте пайдасы зор. 90-нан асып 100-ге қарай бет алған қай қариядан ұзақ жасаудың сырын сұрасаңыз, міндетті түрде ағарған ішіп құрт жейтінін айтады. Кәдімгі құрттың ұзақ өмір сүруге септігі бар жоғын ғалымдарда зерттей келе, зерделі ойларын паш еткенді. Құрт расымен де адам өміріне ең қажетті зат кальцийдің көзі екен. Тағамдық биологиялық қоспалар мен мақтауы күшті түрлі дәрумендерді жолда қалдырады. Арнайы зауытта дайындалған сүзбеде ақуыз мөлшері 16% болса, құрттағы ақуыз мөлшері 53%. 100 грамм сүзбенің қуаты 227 кал болса, құрттікі 370,1 кал болады екен. Кеңес уақытында қазақтың құртын ғарышкерлерге берген. Құртты көп жеген адамдарда ішкі секреция бездері дұрыс жұмыс атқарып, ішкі мүшелердің қызметі жақсарады. Әсіресе қан айналымы жасарып, түрлі бездердің қызметін жақсартады. Құрттың май құрамы төмен болғандықтан, бауырдың майлануы, іштің өтуі сияқты ауруларға шипалы ем болады және көптеген аурулардың алдын алуға көмектеседі. Кальций сүйек ұлпаларын қатайтады, коллагеннің қалыптасуына қатысады. Кальцийдің көп мөлшерін қолданатын адамдар, әсіресе әйелдер өзінде остеопороздың даму қаупін төмендете түседі. Құрттың энергетикалық құндылығы өте жоғары, сондықтан оны жорықтарда, аң аулау барысында, ұзақ сапарда, көште, азық ретінде қазақ халқы бұрыннан пайдаланған. Ол алып жүруге өте ыңғайлы. Малта құрт шөлдеген адамға сосын болған. Мысалы, өр мінезді ақын Махамбет Өтемісұлы ерлердің ісі бітер ме деген өлеңінде 6 малта ас болмай, өзіңнен туған жас бала, сақалы шығып жат болмай деп құрттың тағамдық құндылығын өлеңге қосқан дейді. Құрттың қандай түрлері бар? Жас құрт жайғанына 1-2 күн ғана болған, әлі толық кеуіп үлгермеген құрт. Сүзбеде тұрған құртты сармай мен жентекте бастырма ретінде шаймен бірге дастарханға қояды. Көбі құрт қайнап жатқан құрттың қалғып алынған беті майлы, кенеулі ас ретінде жас балаларға, қарттарға қалқып беруге салт болған. Ол майлы болады. Ыстық құрт қайнап жатқан құртты алып май қосып, сапырып ішетін кенеулі ас, өкпе ауруына, суық тиіп ауырған сырқаттарға ем болады. Сықпа құрт қайнатқан құрттан айырмашылығы, ашыған айранды қапқа құйып сүзіп тұздайды, кейін әртүрлі формада бөлшектеп сөреде кептіреді. Малта құрт езілген құрттың түйіршіктері, ол жұмсақ болып келеді. Ұзақ сапарларда ауызға салып суын жұтқан кезде әрі сусын, әрі қорек болған. Езген құрт сорпаға, тұздыққа, көжеге және басқа тағамдарға қосуға немесе сосын дайындауға арналған құрт ұнтағы. Ақ малта құрт езген құрттың ең соңғы шайындысы. Ол өте жұғымды және тез сіңетін тағам, сосын ретінде қолданылады. Ұнтақ құрт
арнайы түйіп ұсатқан немесе қап түбінен жинап алған үгінді оны сүттің піскен қаймағына былғап жейді. Құрт май, сары майға батырып жейтін құрт. Оны асығыс кезде дәм таттыру үшін немесе жеңіл-желпі түстік ретінде дастарханға қояды. Кейде құрт, ірімшік, май тағамдарының қосындыларын құрт май деп атайды екен. Ем болсын, видеоны жақындарыңызбен және достарыңызбен бөлісіңіз. Келесі видеода кездескенше сау саламатта болайық. Ауырмаңыздар, дендеріңіз сау болсын.